Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік мини пиццаларын дайындаймыз. Жасалуы оңай, өте дәмді болып шығады. Сіздер де видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға бір ас қасық ашытқымызды салып араластырамыз, және де бір шай қасық құмшекеріміз салып араластырып, бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Кейін електен өткізген ұнымыздың ортасын ашып, бір шай қасық қатты толтырмай тұз, бір ас қасық қаймақ және де сұйық майымызды, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Осылай араластырып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған апарамызды құямыз. Осылай көтеріліп шығуы қажет. Енді қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Егер де сіздерлер апараларыңыз көтерілмей қалған болса, онда сіздердің ашытқыларыңыз дұрыс емес деген сөз. Көтерілмей қалса, қоспағандарыңыз дұрыс, сол қамырларыңыз ашымай қалуы мүмкін. Міне осындай жұмсақтықтағы қамыр илеп, бетін салафан қалташасымен немесе осындай ас үй пленкасымен жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Жарты сағат 40 минутта жылы жерде осылай көтеріліп шықты. Енді осы қамырларымызды кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Егер де сіздер барлығы бірдей болсын десеңіздер, таразымен өлшеп алуларыңызға болады. Немесе мен сияқты осылай көз мөлшерімен бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осы бөліктерімізді күлшелеп алатын боламыз, видеода көрсетілгендей. Міне менде осындай 9 күлше шықты. Енді кезекте сиропын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға бір шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Таза бал болғаны өте жақсы. Келесі ыдысымызға күнжітімізді салып аламыз. Енді пергамент қағазын төсеп, формамызға қамырымызды, күлшелерімізді, яғни бірінші сиропқа, кейін күнжітке матырып, формамызға жайғастырамыз. Аралары кішкене ашығырақ қылып жайғастырасыздар. Міне осындай күлшелер шықты. Енді осыны бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай колбаса және де қызанағымызды, ірімшігімізді турап дайындап аламыз. Міне 15-20 минуттан кейін біздің күлшелеріміз осылай көтеріліп шықты. Енді осындай домалақ затпен ортасын басып шығамыз. Қолмен басуға да болады. Қолмен де осылай кішкене тереңірек етіп басып шықтым. Осы кезде пештеріңізді 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Енді салмасынан бірінші қызанақтарымызды салып шығамыз. Осылардың үстінен енді ұшақтап туралған колбасаларымызды да салып шығамыз. Және де 200 градус қызып тұрған пеште қызарғанша 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің мини пиццаларымыз пісіп шықты. Енді үстінен ірккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, тағы да қызып тұрған пешке 5 минутқа салып аламыз. Осымен біздің өте дәмді түрік мини пиццалары дайын. Отбасыларыңызға және дастарханға жасасаңыздар да өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.